Бүгінгі сабағымызда біз жаңадан Word құжатын құрумен айналысатын боламыз. Word құжатын құрудың бүгін бірнеше әдісімен танысамыз. Оның ең қарапайымы осы басты бетте новый документ, яғни жаңа құжат түймесін басу. Сонда бізге таныс мәтін жазатын бет ашылады. Байқап отырсақ, бұл құжатқа бірден үнсіз келісім бойынша документ 1 деген атау беріледі. Бірақ біз осы Microsoft Word бағдарламасының артықшылығын қолданып, жай ғана бос құжат емес, белгілі бір ақпараты бар құжатты қолданып көрейік. Яғни, біз алдыңғы сабақтарымызда айтқан үлгілерді қолдана аламыз. Мысалы, жиі кездесетін қажеттілік түйіндеме жазу керек болатын болса, орысша айтқанда резюме, соның шаблонын, яғни үлгісін алайық. Бассақ, осы үлгі туралы толығырақ ақпарат беріледі. Осы жердегі мына көк құру, яғни создать батырмасын басатын болсақ, осы құжатты бізге ары қарай өзгертуге мүмкіндік ашылады. Мына бөліктерге ат жөндеріңізді жазасыз, және де толығырақ қажетті ақпаратты енгізесіз. Бір артықшылығы, сіздерге бүкіл құрылым, жүйе дайын тұрады. Тек қажетті жерге қажетті ақпаратты енгізесіз. Тіпті суретіңізді енгізуге болады. Енді құжаттың атауына назар аударсаңыз, бұл бізде екінші құжат болып бірден ашылды. Осыны жинап тастайтын болсақ, біздің бірінші құжатымыз оның астында тұр. Дәл солай, егер сізде қандай да бір құжат сіздің компьютеріңізде сақталған болатын болса, оны ашуға да болады. Мысалы, ашу батырмасын басатын болсақ, қай жерден ашамыз? Қосымша бізде терезе ашылады. Соның ішінде біз, мысалы, осы құжатты ашқымыз келеді. Бұл біздің алдыңғы сабақтарымыздағы мысал ретінде көрсеткен құжатымыз. Бұны да өзгертіп, ары қарай қолдануға болады, мәтін жазуға болады. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Ақпарат түсінікті болса, келесі сабаққа өте беріңіз.